Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі, ақыл-ой ойыны. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда қазақ даласындағы ең кең тараған ойын болатын. Қазақи аңыздарға сенетін болсақ, тоғызқұмалақ ойынын қарапайым қойшылар ойлап тапқан. Тоғызқұмалақ тақтасы ретінде олар жерді қазып, арнайы шұңқырлар жасап, ал құмалақтарды дайындау үшін қойлардың құмалағын кептіріп, дәл сондай 162-сін қолданған. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Асық ойыны күндізде, түнде де ойналады. Күндізгісі мергендікке бауласа, түнгісі ептілікке баулайды. Ергенде түскен қалпына қарай асық, алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылып жасалғаны сақа, жақсылару, оңқы деп аталынады. Ұлттық ойындарға тоғызқұмалақ пен асықтан басқа арқан тартыс, ақсүйек, сақина тастау, алтын бақан, естас және тағы басқа ойындар жатады. Асық ойыны мергендікке, дәлдік пен қырағылыққа үйретеді, ал тоғызқұмалақ ойыны ойлау қабілетін дамытады және жетілдіреді.